Бұхара таңғаламын барғаныма, өкіндім оқи алмай қалғаныма, дүниеде құралақан мен барамын, жете алмай бұл жалғанда арманыма деп кезінде Мәшһүр Жүсіп бабамыз әрі тамсанып, әрі өкініп өткен көне шаһарға біздің де жолымыз түсті. Старый Сокол. Так, архитектурный памятник, здание старой школы. 18 ғасыр. Орта ғасырдың Оксфорды болған Бұхараның іргетасы 2,5 мың жыл бұрын қаланған. Сол кезден бері келе жатқан 100-ден астам медресе, сәулетті мешіттер, мавзолейлер мен бекіністер және өзбек шахтарының сарайлары жақсы сақталған. Біз достарымызбен бірге алдымен Ташкентке жетіп, одан Бұхараға дейін пойызбен келдік. Бұл наурыз айы болатын. Нағыз туристер ағылатын кезең екен. Себебі жаздағы аптап ыстық пен қыста саяхаттаушылар қатары саябырситын көрінеді. Ал көктем мен күз нағыз туристік маусым. Ескі шаһардағы алдын ала брондап қойған қонақ үйімізді әрең таптық. Адасып жүріп, тар көшелерді шарладық. Ақыры жергілікті тұрғындар көмектесті. Бір ақсақал жылы шыраймен жол сілтеп жіберді. Үстіңгі этажы, екінші этаж бөлмелер. Бірінші этаж асхана. Таңғы асымызды ішіп, жуынып шайынып алған соң көне шаһарды аралауға шықтық. Жайма базар, қолөнер бұйымдары, киім-кешек, тәттілердің түр-түрі бар. Ұлттық колорит ұрып тұр. Кезінде бүкіл шаһарды сумен қамтыған алып бассейн, ләбі хауызды, 500 жылдық ағашты, әйгілі Қожа Насыр ескерткішін, бұрынғы медреселердің ғимараттарын, сувенир жасайтын ұсталардың жұмысын тамашаладық. Қолдан қаша берсін. Қанша уақыт кетеді мұны жасағыңыз? Сколько времени уходит? 3 дня плюс-минус. 3 дня? На одного? На один рисунок? Тарелку? Чтобы полностью был готов. Потом красите, да? Да, после этого. Ну, день вот чеканку делаем, а потом полировку, после полировки краска, после краски покрываем бесцветным лаком. Ну, поэтому вот плюс-минус 3 дня уходит за один тарелку. Интересно. Бұл баланы жасаған дүниеде. Посмотрите. Міне, осылай. Тоже такое. Жаңағы мынау, е? Міне, Өзбекстан Бұхара деп осылай жасайды, бояйды. Это что стоит? 500 тысяч. 500 тысяч. Закрепись арк. Это далеко отсюда? Шахтарды жасайды. Или поменяли? Өзбектің колориті тағамы ғой, одан да дәм таттық. Бұнда қойдың етінен жасалған сорпа алып берді ме? Ішінде еті, картошкамен.
сорпасын бөлек отырмыз, құйып алып ішіне. Басында мында болды. Мынау манты, қалай? Кесе манты дейді. Мына ішін ашу керек. Одан кейін базар аралауға шықтық. Әйелдеріміз өздеріне керегін алды. Түстен кейін басқа да тарихи орындарды тамашаладық. Соның бірі Арк бекінісі. Біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасырда салынған дейді. Қабырғасының биіктігі 20 метр, аумағы 4 гектардан асады. Кезінде хандардың қысқы резиденциясы болған. 3000 адам тұрған бекіністе мешіт, көше, монша, атқора, тіпті зындан да болыпты. Бастысы мұнда патшаның тағы тұр. Әрине қазір оның бәрі мұражай экспонаттар ретінде сақталған. Айта кету керек, Шыңғыс хан Бұқараны жаулағанда бұл қамалды ең соңынан әрең дегенде алып тып-типыл еткен. Бертін келе бұл қамал толығымен қалпына келтіріліп, қазір туристер ең көп келетін тарихи нысанға айналған. Арк бекінісіне қатысты түрлі аңыздар да бар, оны интернеттен оқып аларсыздар. Ал біз сапарымызды ары қарай жалғастырамыз.